Шерхан Ботаны әуежайдан күтіп алды. Шерхан Дубайдан Алматыға келе жатқан Ақботаны қарсы алуға асықты. Ақботаға гүл шоқтарын алып, Ақтөренің көлігімен әуежайға аттанды. Дубайдан оралған Бота Шерханды қатты сағынып, Шерханның бетінен сүйген соң, онымен бірге үйіне қайтты. Шешесі екеуі Шерханды қарсы алды. Олар ұзақ сөйлесті. Ол мәселені шешуге тырысады. Бұл туралы қос жұптар өз парақшаларында видеолар мен жазбалар жариялады. Олардың қарым-қатынасының жақсаруы сағыныштың әсері болуы мүмкін. Бір белгілісі олардың бір-біріне деген сезімі. Бірақ Шерханның анасы Ақботаны келін етіп алуға әлі де қарсы. Бұл туралы Шерханның қарындасы хабарлаған болатын. Мәселе оң шешімін тапса, тойдың ауылы алыс емес. Дегенмен Таугүлдіктерде жағдай мәз емес. Хамрақұл Дианамен әлі де ұрсып қайта татуласып жүр, ал Ақтөре мен Әсемнің махаббаттары да екі жұпты жалықтырған сияқты. Әсем Инстаграм парақшасынан Ақтөрені бір өшірсе тағы шығарады, мүлдем түсініксіз. Естеріңізде болса, Ақтөре мен Хамрақұлда Қосылайықтың өткен маусымында өз жұптарына үйленуге сөз салған болатын. Тіпті сырға салу рәсімін эфирде дүркіретіп өткізді. Желі қолданушылары Ақтөре мен Хамоның жаңа Қосылайық маусымына қатысушы болып келуіне қатты алаңдаулы. Себебі олардың махаббаттары ушығып кетті, тек бір ғана қадам қалды, не мүлдем ажырасып кету, не үйлену. Бірақ өздеріңіз білесіз, Ақтөре мен Хамы үйленуге асығып жүрген жоқ. Қалай болғанда да осы екі достың қазіргі жұптары соңғысы болар деп үміттенеміз, әрине той күтеміз.